Сәлем достар, офтым және размеріне байланысты бірнеше киімді сразу таңдап алу. Мысалға, осы жерге кіреміз. Мына жерде минус деп басталған бассаңыздар үстінен осылай шығады. Енді осы жерден таңдайтын боламыз. Мысалы, маған мына ақ түсінен екеу керек, 2 штук керек. Мына жерден көтересіз, размерін таңдайсыз. Осы размеріне мен екеу заказ бердім. Мына қызылды басасыз. Енді мына розовый түсінен мен 90-да 80 дегенді таңдайын, тағы да екеу заказ бердім. Мүмкін үшеу, өзіңіз білесіз, плюсикті басасыз. Тағы да таңдайтын болсаңыз, мысалы, мына сары түсінен, мишка ақ түсінен үшеуін таңдайтын боламын. Размері 80-де 90, немесе 105 пен 115 тағы да қосамыз. Сосын мына розовый түсінен таңдаймын. Тағы да екеу, үшеу заказ бердім. Міне осындай размерінен. Осылай өте оңай. Сары түсінен де 115 пен 125-тен 3 түсін заказ бердім. Мына шетінен санын азайтып, көбейтіп отырсаңыздар да болады. Мысалға, жоқ ойланып қаласыз, біреуден беріп көрейін алдымен деген сияқты. Мысалы, сіз отзывын барлығын тексеріп, ұнаған затыңызды көп-көптен базармен, магазинға сататын болсаңыз, көп-көптен алатын болсаңыз, осылай жасайсыз. Біреуден беріп көрейін десеңіз, азайтып, көбейтіп, не бағасы да төмен жақта өзгеріп жатыр. Өте оңай. Осылай бірден офтым размерлерін, түсін таңдап, бірден заказ жасауға болады. Кез келген ұнаған товарыңызды өте оңай. Қоссаңыз, қосып, көбейтіп, үшеу мүмкін заказ бересіз, мүмкін бесеуін заказ бересіз, өзіңіз білесіз.